Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Эфирде Заң КЗ хабарының кезекті саны. Біз бүгінгі хабарымызда азаматтық процесте мемлекеттік тілдің қолданылуы туралы айтамыз. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Ақтөбе қаласының нөмір 3-ші сотының судьясы Сәрсенова Сандуғаш Серікқызы. Сандуғаш Серікқызы, жоғарыда айтып өткенімізде азаматтық процесте мемлекеттік тілдің қолданылуына келетін болсақ, бүгінгі таңда 5 айдың өткен жылмен салыстырғанда деп айтуға бола ма, жалпы мемлекеттік тілдің аясы процестің барысында неше пайызды құрап отыр деп айтуға болады? Рахмет, өте дұрыс сұрақ. Мемлекеттік тіл жалпы сот саласында кеңінен пайдаланылады. Бұл екі тараптың пікірлері ескеріліп, сот ұйғарымымен белгіленеді. Жалпы статистикалық деректерге сүйенетін болсақ, былтырғы жылдың 5 аймен салыстырғанда, осы биылғы жылдың мерзімімен, былтыр жалпы 1302 талап арыз түссе, оның ішінен 415-і ғана мемлекеттік тілде, яғни қазақ тілде. Енді биылғы түскен талап арызынан жалпы санынан 1661 талап арыз түссе, оның ішінен 480-і ғана мемлекеттік тілде түсіп отыр. Яғни пайыздық көрсеткіштерін атап өтетін болсақ, былтыр бұл 32% құраған, осы 5 айдың ішінде, ал биыл 29% құрап отыр. Өкінішке орай көрсеткіш төмендеп кетті. Ол енді бұған әртүрлі себеп. Негізінде азаматтық процестік жүргізу барысында талап арыз қай тілде беріледі? Сол азаматтық процесс жүреді, әрине, азаматтық процесі кодексінің 14-ші бабына сай сол тілде сот ұйғарымымен белгіленеді. Бірақ судья істі сот талқылауына дайындау барысында екі тараптың да осы талап арыз берілген тілді жетік біле ме, талаптың мәні мен мағынасын сол тілде ойын еркін жеткізе ала ма сотқа, сол анықталады дайындық барысында. Егер талап қойшы, мысалы, талап арыз берілген тілді жетік меңгермесе, ол тілде ойын еркін жеткізе алмаса, онда процестік кодекс бойынша судья сот ісі жүргізу тілін ауыстыра алады. Бұған екі тараптың да пікірі тыңдалады, жауапкердің де, ал талап қойышының жазбашы өтініш хаты бойынша міндетті түрде ауыстырылады. Сонымен қатар бір айта кететін жайт, практикада жиі кездесетін жайт, жаңағы азаматтардың өздері емес, олардың өкілдері талап арыз сотқа ұсынған жағдайда, мысалы, азаматтың өзі, мысалы, ресми тілді орыс тілін білмей, қазақ тілін еркін меңгеріп, еркін біліп отырса, ал оның өкілі жаңағы қазақ тілін білмей, талап арызды орыс тілде дайындап, сотқа тапсырып, іс жүргізу тілін орыс тілін жүргізуді талап етіп отырса, ең бірінші пікірі жаңағы азаматтың пікірі, яғни талап қойушының пікірінің өзі басымдық болады. Яғни өкілі ол тілді білмесе де, сот талап қойушының тілді таңдау құқығын басымдық береді соған. Себебі практикамызда жиі кездесетін жағдай, мысалы, өкілдер түрлі сылтаумен қазақ тілін айналып өтіп, орыс тілде беріп жатады бүкіл құжаттарды. Енді дайындық сатысында жаңа тараптың өзін шақыртқанда, ол мемлекеттік тілде сөйлейді, және де орыс тілін білмейді көп жағдайда. Ондай жағдайлар өте жиі кездесіп жатады. Сол мезетте сот тарапынан олардың құқықтары түсіндіріледі, және тілді ауыстыру құқығы түсіндіріледі. Жауапкердің де пікірі тыңдалады. Тілді ауыстыруға ол қарсы емес пе, немесе қарсылығын тыңдайды. Сонымен қатар бір жаңашылдықты атап өту керек деп ойлаймын. Соттардың
өз қызметтерінде, өз жұмыстарында енді жоғарғы сот нормативтік қаулыларын қолданады. Сот іс жүргізу тілі қағидатын қолдануда кейбір мәселелері бойынша нормативтік қаулының жаңа бір тармақпен толықтырылды. Бұл норма бойынша сот жаңағы дайындық сатысының нәтижелері бойынша өз бастамасымен тілді ауыстырып, әрі қарай істі қазақ тілде жалғастыруға құқылы делінген. Бұл өте прогрессивтік жаңашылдық. Мен ойлаймын, жоғарғы соттың мысалы мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында енгізілген жаңашылдық. Сол себептен соттың құзырына да беріп отыр сот ісін жүргізу тілін ауыстыруды. Тағы да қандай актілермен реттелетінін тоқталатын болсақ, ең бірінші ата заңымыз Конституциямызда 7-ші бабында тайға таңба басқандай нақты жазылған. Мемлекеттік тіл бұл қазақ тілі деп, сонымен қатар мемлекеттік тілмен қатар тең ресми тіл орыс тілі қолданылады. Және де тіл туралы заңның 14-ші бабына сай бүкіл мемлекеттің бүкіл аумағында кез келген қоғамдық қатынастарының саласында мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі ол мемлекеттік тіл қазақ тілі деп белгіленген. Сол себептен енді әрбір азамат, әрбір мемлекеттік орган, кез келген ұйым, мекеме бұны бірінші орынға қою керек, яғни кез келген құжатты мемлекеттік тілде сапалы түрде дайындаса, мемлекеттік тіліміздің, қазақ тіліміздің мәртебесінің артатыны сөзсіз. Ал енді сот жүйесінде соттар үшін процесс барысында қиындық әкелмей ме? Барлық терминдер мемлекеттік тілге аударылған ба? Құқықтық терминдердің аударымы бойынша да көптеген сұрақтар туындайды. Бұл туралы біздің соттың тарапынан бірнеше рет дөңгелек үстелдер өткізілді. Мына адвокаттар, заңгерлер қауымның өкілдерімен бірлесе отырып, аудармашы қызметін көрсететін мекемелермен бірлесе отырып дөңгелек үстелдер өткізілді. Сондай өзекті мәселелер көтерілді. Мысалы, енді құқықтық саласы бұл ерекше сала, өзінің мәтіні бар, өзінің мағынасы, мәні бұзылмай қолдану қажет ететін терминдер бар. Қарапайым форматта болса түсінікті тілде, кез келген адамға. Қарапайым халыққа түсінікті болу үшін енді сол бағытқа қарай бәріміз де жұмыстанып жатырмыз. Алайда енді заңның тілі жалпы енді қазіргі уақытта күрделі тіл. Енді бұл заң шығарушы органға мүмкін қойылатын сұрақ болар. Бірақ та енді ешкімге жасырын емес, біздің елімізде заңдарымыздың басым көпшілігі орыс тілінде дайындалып жатады. Ол аудармамен келеді бізге? Ол аудармамен келеді. Енді аудармасы енді асығыс бола ма? Барлығы сапалы аударма деп айта алмаймыз. Сапалы аударма деп айта алмаймыз, себебі жұмысымызда да осы мәселелермен біздер тікелей кездесеміз, және де осы сұрақтар алдымызға келіп жатады. Қай жерде мағынасы бойынша, қай жерде қай норманың мысалы дұрыс терминін пайдалану қажет екен, судьялардың өздеріне де қиындық туғызып жатады. Заңның енді тілінің күрделілігі соншалық, енді оның аудармасына қарайды, кейбір аудармасында құлаққа тұрпайы естіліп жатады. Сондықтан енді барымызша оны халыққа түсінікті үшін қарапайым тілмен жеткізуге тырысамыз. Бірақ норманың өзін, мәтінін өзгертуге бізде ешкімнің де құқығы жоқ. Ол қалай заңда жазылса солай қолдану тиіс. Бірақ қазір енді судьялар сот шешімін шығарғаннан кейін ол шешімді
екі тарапқа да түсіндіру міндеті болып енгізілген былтырдан бастап. Сол себепте енді нормада келтірілген құқықтық терминдерді қарапайым сөзбен түсіндіруге тырысамыз. Түсінікті. Қазір қоғамда да көтеріліп жатырған осы проблема, өйткені өзіңізге белгілі. Мысалы, банк саласында несие алып отырған адамға келісім шарт беріледі. Келісім шарттағы жазылған дүниелер, ол қазақ тілінде болсын, мейлі орыс тілінде болсын, көп жағдайда сол банктың саласындағы адамдар ғана түсінетін терминдік сөздермен жазылады. Сондықтан бізде құқықтық сауаттылық деген дүниелер жиі айтылып жатады ғой. Осы алған келісім шарттың ішінде не бар екенін қарапайым адам несие алып тұрғанымен түсінбей жатады. Сондықтан барынша біз қарапайымды қылуға, кез келген адам мына мәтінді оқыған тұста түсіндіруге тырысуымыз керек. Сіз бір ғана термин мәселесін айтып қалдыңыз. Жалпы сот жүйесінде қазақ тілінің қолданылуында жиі кездесетін қандай басқа да мәселелер бар? Енді өзімнің тәжірибемнен алатын болсақ, мысалы бір материалдық шығынды өндіру туралы бір азаматтық іс бойынша екі тарапты, талап қойшы де, жауапкер де, олардың өкілдері де қазақ ұлтты азаматтары бола тұра, сот отырысына келгенде аудармашы қызметін талап етуді талап еткен сот отырысында. Не себепті? Себебі мына талап арыз мемлекеттік тілде беріле тұра, мына жауапкер мен қазақ тілді білмеймін, түсінбеймін, немесе түсінгісі келмеймін ба, жауапкершіліктен жалтару үшін сол осындай өтініш білдірген. Енді ол қынжылтатын жағдай, себебі ұлты қазақ бола тұра, енді аудармашыны өтініш ету менің пікірімше артықтау, дұрыс емес деу, себебі кез келген еліміздің азаматы, қазақ ұлты азаматы, қазақ ұлты болсын, кез келген азаматы қазақ тілді, мемлекеттік тілді білуге парыз. Қазір енді заңмен ол қазақ тілді білуді міндетке қойылмағанда, алайда енді өзі үшін, енді елдің азаматы болған үшін, енді қоғамда әрбір салада қарым-қатынас жасап жатқанда да қазақ тілге басымдық беру керек деп санаймын. Бұл жерде патриоттық тәрбие де бар, бұл жерде патриоттық сезім де бар, үлкен маңыз бар, үлкен мағына бар бұл жерде. Енді әрбір адамның өз сана сезіміне байланысты, дегенмен де енді тәуелсіздігімізге 30 жыл бола тұра, енді бұл әлі де тіліміздің даму мәселесі, әлі де өзекті мәселе болып отыр, өкінішке орай, басқа елдерге салыстырғанда. Сондықтан әрбір азамат өзінен бастаса, мемлекеттік тіл жоғары деңгейде болатын сенімім мол. Сіз хабарымыздың барысында өткен жылдың 5 айымен салыстырып, биылғы жылғы талап арыздардың түсу барысында қанша пайыз мемлекеттік тілде екендігін айтып қалдыңыз. Енді айтыңызшы, біз жыл сайын құжаттарды алмасу барысында да, құжаттарды тапсыру барысында да мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру үшін жан-жақты жұмыстар жасап жатырмыз, пайыздық көрсеткішті барынша көтеруге тырысып жатырмыз. Ал сот жүйесінде осы мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында қандай шаралар өткізіліп жатыр? Өте дұрыс сұрақ. Әртүрлі шаралар өткізіліп жатыр. Дөңгелек үстелдер, семинарлар, әртүрлі кездесулер, заңгерлер палатасы, адвокаттар алқасы өкілдерімен, нотариат, медиаторлардың қатысуымен жиі болып тұрады ондай кездесулер. Мысалы, жоғарғы соттың бастамасымен мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру мақсатында қазақ тіліндегі ең үздік сот актісі атты байқаулар жыл сайын өткізіліп жатады. Сонымен қатар өзіміздің 3-ші қалалық сотта қазақ тілін арттыру мақсатында былтыр мысалы Ұлы Абайдың 175 жылдығына орай үлкен жақсы бір зияткерлік кеш ұйымдастырылды сот мамандарының арасында. Және де биылғы жыл сәуір айында Жамбыл бабамыздың 175 жылдығына қарай әдеби кеш өткізілді. Жалпы осындай шаралар сот мамандарының арасында тек қана ұлы тұлғалардың
өнерімен, өнегелі өмірімен танысу ғана емес, жалпы өз білімдерін сот саласында арттыру мақсатында, және де мемлекеттік тілді білу деңгейін арттыру, көтеру, мемлекеттік тілді насихаттау мақсатында өткізіледі. Енді жоғарыда айтып кеткен жаңағы медиаторлармен, нотариустармен, адвокаттармен кездесу барысында көптеген проблемалар талқыланып жатады. Сол проблемалардың арасында енді біздің түйгеніміз негізінде заңгерлердің мемлекеттік қазақ тілде білімді құқық саласында заңгерлердің мемлекеттік тілде білімдерінің деңгейі төмен екен көп жағдайда белгілі болып жатады. Себебі ыңғайлы тілде, енді көбісі ыңғайлы орыс тілде талап арызды беруге тырысып жатады. Енді жалпы енді ол сенім білдірушінің мүддесіне де кейбір жағдайда қарамайды. Сондықтан енді ең бірінші, мысалы, әр азамат тұтынушы ретінде де, мысалы, кез келген ұйымнан, қоғамнан, сол нотариустан да мысалы қызмет алғанда өзінің еркін білетін қазақ тілінде қызмет алатын, ойын жеткізе алатындай, мемлекеттік тілде қызмет көрсетуді талап етуге құқылы. Мысалы, нотариустан алынатын сенімхатты мемлекеттік тілде дайындап беруді талап етуге құқылы. Біз өкінішке орай нотариусқа арнайы бір құжат алуға барсақ, ол жерде құжаттың барлығы тек орыс тілінде болу керек сияқты осындай психология қалыптасқан, кез келген адамда. Бірақ біз сол құжатты мемлекеттік тілде ала алатынымызды көп жағдайда ұмытып кетіп жатамыз. Бұл біздің құқығымыз. Бұл жерде тағы да құқықтық сауаттылық дегенге келіп шығады. Енді соңғы сауал, сот жүйесіндегі осы мемлекеттік тілді кеңінен қолдану үшін біз қандай нақты іс-әрекеттер жасауымыз керек? Халықпен тығыз қарым-қатынас, халыққа жақын болып, халықтың арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізу қажет. Мысалы, тағы бір келтіретін болсақ, талап арыздардың басым көпшілігі халыққа қызмет көрсету орталықтарынан түсіп жатады. Енді кейбір жағдайда азаматтардың өздері мысалы орыс тілінде неліктен берілгенін себебін қазақ тілінде еркін сөйлей тұра неге орыс тілінде талап арыздың берілгенін түсіндіріп жатқанда, берілген шаблон орыс тілінде берілетін. Шаблонның орыс тілінде тек қана ұсынуын жаңа айтып жатады. Алайда енді осы халыққа қызмет көрсету орталықтарында сол талап арыздардың үлгілері қазақ тілінде де бар. Сол себептен осы орталықтардың мамандарына кеңес ретінде айта кететін болсақ, мысалы, қарапайым енді ауылдық жерлерден де адамдар келіп жатады. Енді оларға барынша мемлекеттік тілде қызмет көрсету және сол талап арыздардың үлгілерін қазақ тілінде ұсынып жатса оларға. Себебі енді сотқа келгенде анықталып жатады олардың орыс тілін білмейтіндігі. Сол себептен ешқандай қосымша енді кейбіреулер ойлайды, мысалы, тілді ауыстыру рәсімі өте ұзақ, оның менің арызымның қаралуы ұзаққа созылып кете ме деп көбінесе түсінбей жатады. Алайда олай емес. Ұзақ процесс емес, ол деген өте жеңіл, өте тез. Тек өтінішін бергеннен кейін сот сол ұйғарыммен міндетті түрде тілді ауыстырып істі қазақ тілінде жалғастыра алады. Алдымен талап арызды орыс тілінде беріп қойды шаблонға қарап, бірақ кейін өзінің тілінде, мемлекеттік тілде бергісі келген тұста мұны тек өтініш білдірсе, бұл ұзақ уақытты алмайды. Ұзақ процесс емес деп айта аламыз, Енді біз қазір барлығын электронды форматқа көштік қой. Осы тұрғыда талап арыздардың өзін сон арқылы немесе үйде отырып өзі электронды түрде беруіне болады кез келген адам. Бірақ аға ұрпақ өкілдері бар, әрілде өз қолымен талап арызды бергісі келетін. Мұндай жағдай қазіргі таңда неше пайызды құрайды?
ондай енді аға буынды азаматтарымыз енді ондай талап-арызды расымен де жазбаша түрде өз қолымен жазып тапсырып жатады. Енді ондай анализ бізде жоқ. Енді қанша, неше пайыз екен, бірақ та енді жылдан жылға азайып келе жатқан болу керек бұл, иә? Азайып келе жатыр, бірақ бар. Себебі расымен де электронды құралдарды пайдалана алмайтын, оларға ешқандай жаңағы кедергі жоқ. Кез келген сонда кез келген маман оған енді талап-арызды ол үшін жазып бере алмайды да, бірақ сотқа тапсыруға сон арқылы оған қызмет бере алады. Енді үлкен жастағы адамдарға енді электрондық сауаттылықты арту керек деген ойдамын. Себебі барлық кез келген салада қазір енді цифраландыру дейміз, электронды форматқа көшіп жатыр. Енді пандемия басталғалы онлайн сот ісі жүргізуге көшкеннен кейін көп қиындықтар болды. Әсіресе үлкен кісілер қатысып жатқанда тараптар ретінде олар енді компьютер арқылы талап-арыз баса алмаса да WhatsApp желісі, жаңа электрон құрылғыларды пайдалануда көп кедергілер келтірді. Алайда енді бірақ біз электронды форматқа көштік. Пандемия кезінде болсақ та, мүмкін бас жағында техникалық қиындықтар орын алған болар, дегенмен қазіргі уақытта оған да бейімделдік. Олай болса, әңгімеңізге рахмет. Біз, құрметті көрермендер, бүгінгі хабарымызда азаматтық процесте мемлекеттік тілдің қолданылуы туралы айтты. Хабарымыздың қонағы Ақтөбе қаласының нөмір 3 сотының судьясы Сәрсенова Сандуғаш Серікқызы болған еді. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.